Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі. География пәні мұғалімі Әләкбарова Гүлзипа Күншығарына. Сабақ тақырыбы: су ресурстарының маңыздылығы. Сабақ мақсаты: су ресурстарының маңыздылығын түсіндіре отырып, оны үнемдеуді үйрету. Бағалау критерийі: жалпы судың жер бетінде таралуын біледі, судың құрамы мен таралу заңдылығын түсіндіре алады және баға береді. Су ресурстары бұл тұрмыста және шаруашылықта пайдалануға жарамды және қолжетімді жер үсті, жер асты суларынан тұрады. Жердегі бүкіл тіршіліктің таралуына және дамуына үлкен әсері бар. Ғалымдар басқа ғаламшарларды зерттегенде тіршілік табу мақсатында ең бірінші судың бар жоқтығын зерттеген. Су ресурстары судың гидросферада таралуын осы диаграмма арқылы байқауға болады. Яғни 97,2% мұхиттарға, 0,6% жер асты суларына, 2,1% мұздықтарға, 0,1% жер үсті суларына. Сонымен қатар, тұщы су гидросфераның 2,5% ғана құрайды. Су ресурстарын қолдану кезінде туындайтын мәселелер: қолдану көлемінің артуы, ластануы, үнемсіз қолдану, тұщы судың тапшылығы, мәселені шешу жолдары. Яғни, суды көп қажет ететін өнеркәсіптерді азайту, су қоймаларды керісінше көбейту, теңіз суларын тұщыландыру. Дүниежүзі елдерінің су ресурстарымен қамтамасыз етілуі. Су ресурстарымен ең көп қамтамасыз етілетін дүниежүзі елдері: Бразилия, Ресей, ақш, Канада, Индонезия, Қытай. Жалпы бұл елдерде суы мол өзен, көлдер басым орналасқан. Ал ең аз қамтамасыз етілген дүниежүзі елдері Қазақстан, Сауд Арабиясы, Кувейт. Бұл елдер жер асты суларын көптеп тұтынады. Сонымен, дүниежүзі бойынша су ресурстарын адамзат қалай пайдалануда? Жалпы жер бетінде 7 миллиардтан астам халық бар. Соның ішінде халқы көп елдер, яғни Қытай, Үндістан, Африка елдері. Бұл елдерде халық саны көп болғандықтан суды да көп мөлшерде тұтынады. Ас дайындауда, ішуге, жеке гигиенасына 40 литр су қажет етеді екен. Су ресурстарының маңыздылығы адамдардың күнделікті өмірде, шаруашылықта, өнеркәсіпте қолданатын жер асты және жер үсті сулары. Шаруашылықта суды пайдалану. Халық санының артуымен қатар, оның тауарлар мен қызметтерге де қажеттілігі артып отырады. Мысалы, 1 тонна қағаз өндіруге 900 метр куб су қажет болса, 1 көлектік матаны өндіруде 15 литр су қажет. 1 килограмм қант өндіруге 100 литр су керек екен. Төменде берілген кестеде суды тұтынушылар, яғни ауыл шаруашылығына 70% су тұтынамыз. Яғни бұл жерде мал шаруашылық пен егіншілік шаруашылығына көп мөлшерде су тұтынатынымыз айқын байқалады. Өнеркәсіпке 13%, коммуналдық тұрмыстық қажеттіліктерге 10%, балық шаруашылығы мен кеме қатынасы гидротехникаға 7% ғана су пайдаланады екенбіз. Дүние жүзінде көптеген өнім мен тағамға айырбас боларлық заттар табылғанымен, суды алмастыратын зат табылған жоқ. Су адамдар мен жануарларды дене құрамына кіріп, ондағы зат және энергия құрамына қатысады. Денедегі су мөлшері 10-12% кемісе, адам әлсіреп, шөлдеп, аяқ қолы дірілдей бастайды. 20-25% кемісе, өмір сүру тоқтайды. Сол себепті күнделікті біз таза күйінде суды 5 литрға дейін қолдануымыз керек екен. Енді тапсырма орындаймыз, оқушылар. Елімізде су ресурстарының атластан тауып кескін картаға түсіру. 86 мыңға жуық өзендеріміз бар. Соның ішінде басты 7 ірі өзенімізді, сонымен қатар 48 мыңға жуық ірі көлдерімізді, су тапшылығын жою мақсатындағы су қоймаларымызды кескін картаға түсіруіміз керек. Екінші тапсырмада кестені толтыру. Күнделікті біз тұтынып жүрген суымыздың қаншалықты үнемдеп, қаншалықты шығындап жатқанымызды кестені толтыру барысында айқындаймыз. Яғни, ас дайындау, ыдыс жуу, отбасының бір мүшесіне жеке гигиенасы үшін, кір жуу үшін, үй жинау, отбасындағы басқа да шығындарды тәулігіне, жылына қаншалықты біз көп мөлшерде тұтынып жатқанымызды, қаншалықты үнемдеп жатқанымызды кестені толтыру барысында байқаймыз. Тапсырманы әрі қарай орындаймыз. Су жүргізер тіршіліктің тамырын, су жоқ болса, тіршілік тамам бауырым. Судың біздер біле тұра маңызын,
көп болған соң ұмытамыз қадірін. Судың адам өмірі үшін маңызы, қажеттілігі және оны қорғау жайлы мақал-мәтелдер жазып келу. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.